Сонымен қатар Қанат Абайұлы, мына өзіңіз жетекшілік етіп отырған зертхананың жұмысына байланысты, сонымен қатар өздеріңіздің атқарып жатқан ғылыми қызметтеріңізді насихаттау, оларды мына басқа да жастардың, жас ғылым жолындағы жас ғалымдармен бөлісу, тәжірибемен алмасу барысында бір осыған байланысты қандай да бір іс-әрекеттер, шаралар өткізесіздер ме? Әрине, ол ғылыми жұмысты жасау ол бір бөлек, оны қарапайым қоғамға және өзің бірге жұмыс істеп жүрген әріптестеріне жеткізу ол бөлек нәрсе. Біздің зертхананың бағанағы айтып өткен жаңа молекулалық селекция, спид бридинг деп жатырық, ол технологиялар өзіміздің ғылымның драйверлері. Ал енді соның нәтижелерін трансляция дейді ғой, мысалы қоғамға трансляциялау үшін, өзіміздің салада істеп жүрген мамандарға трансляциялау үшін біз жыл сайын осы Жетісу университетінің қабырғасына келгелі бері ғылымды насихаттау деген өзіміздің бағытымыз бар. Ол бірінші жылы келгенде, мына 2021 жылы осы бидайдың генетикасы, геномикасы деген үлкен теориялық, тек қана теориялық емес, практикалық бір аптаға созылған үлкен бір воркшоп өткіздік. Ол тек қана Қазақстанға емес, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, Түркиядан, Пәкістаннан қатысушыларымыз келіп, біз соларды үйреттік. Яғни бұл деген біз үйренуден өзіміз жайлап үйретуге қарай жылжып баратырмыз. Оның қаржысын осы Ұлыбританияның институт аралық даму қоры деген қор бар. Сол жердегі грантын иеленіп, қазіргі таңда өте осы бидай саласы бойынша ең беделді мамандардың бірі профессор Кристофер Уауи, Анна Бахус деген кісілермен бірігіп сол воркшопты өткіздік. Былтыр да оны өткіздік, бірақ ол өзіміздің мынау жергілікті грантты қаржыландырудың аясында жергілікті мамандарға өткіздік. Ол кезде де Түркиядан мамандарымыз келді, Пәкістаннан мамандарымыз келді. Міне биыл енді Құдай қаласа осы ғылым декадасына, университет қабырғасында өтіп отқан ғылым декадасына ғылымды насихаттау үшін тағы да соны қайталаймыз. Бұл өзіміздің әріптестерге болса, міне қарапайым қоғамға жеткізу үшін өздеріңіз сияқты мысалы подкасттарға, телевидениеға түсеміз, оның бір жұлдыз ауру емес, сол әйтеуір жеткізсек, біреуді мотивацияласақ деген сияқты кіші өсіп келе жатқан буындарды мысалы біз Назарбаев интеллектуал мектебі, солармен бірге жұмыс істейміз. 9 класс мектептерімен, мысалы 9 класс оқушыларымен. Былтырғы жобаларымыз сол осы Талдықорғандағы Ниш мектебі деп айта береміз ғой. Соның ішінде бірінші орын алып, бір қуанған сәтіміз де болды. Сол бағытымыз. Жақсы, рахмет.